Барлықтарыңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен балалардың сүйіп жейтін, яғни мектепте сататын трубочканың рецептін бөлісетін боламын. Ешқандай да слоеный тестаны дүкеннен сатып алмайсыз. Менің рецептім бойынша жасап көрсеңіздер, дәл осылай дүкендегідей слоеный тесто шығатын болады. Осындай 6% уксусты бір ас қасық және де жұмыртқа екеуін жақсылап араластырамыз. Суымыз міндетті түрде салқын болу керек. Енді ұнымызға салқын сарымайымызды, яғни мұздай болса болғаны, қатты болса да жақсы майларыңыз еріп кетпеу керек. Осылай терканың көмегімен ұнды аунатып отырып крошка дайындайтын боламыз. Жаңағы сұйықтығымызды құйып, жақсылап қамыр болғанша илейтін боламыз. Мен видеода тезірек көрсеттім. Қараңыздар, ешқандай қосқан жоқпын, жұмыртқа қосқан жоқпын, не су қосқан жоқпын. Жай ғана жаңағы бір кесеге дайындап алған сұйықтығымызды ұнымызға қосып, ұзақ елесеңіздер, сізде осындай әдемі қамыр шығатын болады. Видеоны мұқият соңына дейін қарасаңыздар, барлығы түсінікті. Енді қамырымыз осылай әдемі жұмсақ болып шықты. Енді холодильникке 1 немесе 2 сағатқа қойып қоясыздар. Одан кейін қамырымызды осылай ұзынша етіп 4-ге немесе 2-ге бөліп ыңғайластырып аласыздар. Өздеріңіз ыңғайлы етіп жайылу үшін мен 4-ге бөлдім. 4-ге бөлгеннің өзінде қанша трубочка шығатын болады? Қалған 3-еуін пакетке салып холодильникке қойып тұрамыз. Өйткені май еріп кетпеу керек. Май еріп кеткен жағдайда қамырларыңыз слоеный болмай қалуы мүмкін. Енді қараңыздар, дәл видеодағыдай қолымыздың оқтаудың көмегімен 4 бұрышты етіп жаямыз. Неге 4 бұрышты? Себебі қазір бұны кесіп алатын боламыз. Осылай жуан немесе жіңішке етіп өзіңіздің қалауыңыз бойынша кесе берсеңіздер болады. Жіңішке етіп кессеңіздер көбірек оралады. Ал жуан етіп орасаңыздар азырақ оралады деген сияқты. Менде форманың 2 түрі болғандықтан 2 түрлі етіп көрсеттім. Қараңыздар, үлкен формамен жасап жатырмын. Негізі үлкен форма өте әдемі көрінеді. Ішінде кремінің қалай құйылғаны, кремінің өзі әдемі көрініп тұрады. Кіші формамен жасай берсеңіздер де болады. Қараңыздар, кәдімгі сосиска в тестені ораған сияқты, дәл солай қамырдың үстіне шетіне ғана ілестіріп, екінші қамырымызды солай орайтын боламыз. Видеода толық көрсеттім. Қараңыздар, ешқандай қиындығы жоқ. Енді қалауларыңыз бойынша бетіне жұмыртқа жақсаңыздар да болады, жақпасаңыздар да болады. Мен бетіне әдемі көріну үшін, яғни әдем болып пісу үшін жұмыртқа жағамын. Енді трубочкаларымызды қызып тұрған пеште 200 градуста пісіріп аламыз. Қараңыздар, трубочкаларымыз осылай қып-қызыл болып пісіп шықты. Қалбынан да оп-оңай алынып жатыр. Қамырымыздың өзі май қосылғандықтан, яғни слоеный тесто болғандықтан осылай өте оңай алынады. Май жағудың керегі жоқ. Енді кез келген сливкиді алып, миксермен араластырған кезде осындай қою әдемі крем болып шығады. Немесе тортқа арналған кремді де қолдана берсеңіздер болады. Қараңыздар, арасы қалай болып жұмсақ болып шыққанын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ас болсын.